Audanımızda тұңғыш рет мінекей газ құбыры ашылды. Айтулы шара құтты болсын. Целиноград ауданына газ келді. Мемлекеттік газдандыру бағдарламасы аясында Нұрлы тұтынушылар кооперативінде табиғи газды қосу салтанаты өтті. Енді аталмыш елді мекенде тұрмыс кешіп жатқан 3,5 мыңнан астам азамат қолқаны қаппайтын, қалтаны қақпайтын көгілдір отынға қол жеткізе алады. Қуанышты шараға Ақмола облысының әкімі Марат Ахметжанов, Қазақ Газ Аймақ акционерлік қоғамының бас директоры Бауыржан Асқаров, депутаттар мен аудан жұртшылығы қатысты. Бұл елорда іргесіндегі өңірді табиғи газбен қамтамасыз ету жұмыстарының басы ғана. Бұған дейін көршілес Аршалы ауданының 17 ауылы Сарыарқа магистраліне қосылған. Биыл Целиноград ауданының Шұбар, Қоянды, Аққайың ауылдары мен Қосшы қаласына газ келеді. Көгілдір отыннан бөлек Нұрлы кооперативінің тұрғындарына қуанатын себеп көп. Таяуда аталмыш елді мекенге ауыл статусын беру мәселесі шешімін таппақ. Бұл Нұрлы халқының тұрмыс жағдайын жақсартуға бағытталған басқа да жобаларды іске асыруға жол ашады. Облыстық мәслихат пен акимат бірге отырысында аномастик комиссия қарап, Нұрлы деген ауылды елді мекен боласыздар. Ауыл деген статусын алғасын. Жаңағы осы жерде мектеп салу жобасын бастаймыз, бір жайлы мектеп салып береміз. Газ желісіне алғаш қосылғандардың бірі Аужановтар отбасы. Мемлекет басшысының тапсырмасымен қолға алынып, Нұрлы тұрғындарының тұрмысын жақсартқан газдандыру бағдарламасына жанұя мүшелері дән риза. Осындай дәрежеге жеткізіп отырған президентімізге рахмет. Бұл енді президенттің осы елді мекендерді, халықты осы газбен қамтып, жаңағыны жасалып жатқан үлкен шарасы. Қазір үкіметтің, президенттің талаптары осындай, осы халықтың ең бастысы әлеуметтің тұрмысын жақсарту. Міне бұл нәтиже, міне бүгін газ келді ме, шайыңызды қайнатып жатырсыз ба, көмірді қойдыңыз ба, міне осы нәтиже. Бізге газ тартып бергендеріңізге көп рахмет сіздерге. Бүкіл тұрғындардың атынан.